Сәлеметсіңдер ме, балалар? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша шылау тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 125-ші сабақ, ортақ тақырып болашаққа саяхат. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Сен бүгінгі сабақтан мәтіндегі негізгі ойды анықтай аласың. Сөз бен сөздің арасында келетін шылаулардың мәнін түсінесің. Қалай жазылатынын білесің. Өткенді еске түсіріп, мына сұраққа ойланып жауап беріп көрейік. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Дұрыс айтасыңдар. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Біз зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу сөз таптарымен танысқанбыз. Соның ішінде біз бүгін шылаумен танысамыз. Тақырыбымызға байланысты танымдылығымызды арттыру мақсатында мына бейне жазбаны қарауды ұсынамын. Аға, тіліміздегі сөздердің бәрі де жеке тұрып белгілі бір сұраққа жауап бере ме? Жоқ. Оны неге сұрадың? Себебі мен ғана, ғой, үшін, және деген жеке тұрған сөздерге еш сұрақ қоя алмадым. Сен оларға неге сұрақ қойылмайтыны туралы ойландың ба? Иә, сұрақтар тек мағыналары айқын сөздерге ғана қойылатын сияқты. Дұрыс айтасың. Сұрақтар тек толық мағыналы сөздерге қойылады. Сонда бұл сөздердің толық мағынасы жоқ екен ғой. Олай болса, біз оларды не үшін пайдаланамыз? Дана, мен мектепке білім алу үшін барамын деген сөйлемнен үшін сөзін алып тастап көрші. Сөйлемнің мағынасы түсінікті бола ма екен? Мен мектепке білім алу барамын. Жоқ, түсініксіз. Сөздер байланыспай қалып, оларды байланыстыруға үшін сөзі керек. Көрдің бе? Ол сөзбен сөзді байланыстырушы қызмет атқарып тұр. Осындай өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын сөздер шылау деп аталады. Шылау сөздер өздері жеке қолданылмай, толық мағыналы сөздердің ықпалында болады. Жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, шылаулар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына істейді. Ал ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұрақ мағынасын істейді. Түсінікті. Шылауда толық мағына болмаса да, толық мағыналы сөзге мағына қосады екен. Тағы бір сұрайын дегенім. Осы сұрау мағынасындағы шылаулар сөйлемде қайталанғанда сұрақ белгісін қай жерге қоямыз? Қайталанған ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларының арасына үтір қойылып, сұрақ белгісі соңғысынан кейін қойылады. Мысалы, мына суреттегі анар ма, жанар ма, манар ма дегенде, алғашқы екі сұрақтан кейін үтір, соңғысынан кейін сұрақ белгісі қойылады. Шылаулардың бәрі тіркесетін сөзінен бөлек жазылады ғой. Есіме салғаның жақсы болды. Тілімізде тіркесетін сөзіне шектеу, даралау, өтініш мағыналарын істейтін ақ, ау деген шылаулар бар. Олар өзі тіркескен сөзден дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, менің білетінім осақ, немесе туған жер, сен бәрінен де ыстықсың ау. Рахмет аға, түсіндім. Балалар, мына ережелерді есіңе сақта. Қой, ғой, қана, ғана, ақ шылаулары өздері қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, даралау, тағы басқа мағыналар істейді. Қой, ғой шылауы өзіне қатысты сөзбен бірге сөйлемде баяндауыш болады. Мысалы, көрші үйге барып келе ғой. Өзі тіркескен сөзден ақ шылауы дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, мұның жөн ақ. Ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұраулық мағына істейді. Мысалы,
Сен сабақ орындадың ба? Жамалды көріп пе едіңіз? Ал енді осы ережелерді есте сақтап алайық. Ендеше оқулығымыздың 115 бетіндегі 27 жаттығуға назар аударайық. Көмніктенің орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Шылаулардың астын сыз. Олардың қандай мағынада жұмсалып тұрғанын айт. Бірінші сөйлем. Ол өз ойын бірден-ақ айтқан. Қалған сөйлемдерді керекті шылауларды қойып толықтырыңдар. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, тексерейік. Күн ашық па? Жер көктеді ме? Құстар туған жерге оралды ма? Сендер шылауларды дұрыстапты деген ойдамын. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Ғана, ақ, ғой, ма шылауларын қатыстырып, сөйлем құрап жазыңдар. Балалар, олай болса, құраған сөйлемдерімізді оқиық. Сол сәтті-ақ Сәния орнынан атып тұрды. Тоқтар өте бауырмал еді ғой. Сен қалаға кеше ғана барғансың. Мұнайлы өлке Маңғыстау ма? Білім алушылар, сендер де осындай сөйлемдер құрады деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Бүгінгі шылау тақырыбын қаншалықты түсінгендеріңді байқау үшін тест тапсырмасын орындаймыз. Бірінші сұрақ. Сұраулық мағынасы деп тұрған шылаулы сөйлемді табыңыз. А. Жазда келіп қалды ма? Түнде қатты суық болды. Б. Ол кеше келген. Балалар, дұрыс таптыңдар. Жауабы жазда келіп қалды ма? Екінші сұрақ. Өтініш, шектеу, даралауды білдіретін шылауларды анықтаңыз. А. Үшін, туралы, дейін. Мен, да, бе. Б. Қой, ғана, ақ. Ойланамыз. Бәрекелді. Жауабы Б. Үшінші сұрақ. Шылауға тән ерекшелікті табыңыз. А. Адамның әртүрлі көңіл күйін білдіреді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Б. Толық лексикалық мағынасы болады. Дұрыс жауабы нұсқасы. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақты менімен бірге болып, тапсырмаларды орындағандарың үшін мен сендерге рахмет айтамын. Сау болыңдар, балалар.